Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары? Бүгінгі видеода 37, 38, 39 беттерді түсіндіріп беретін боламын. Бізде creativity and skills, vocabulary puzzles, people and places. Адамдар және место, яғни жер, суаттар, shops дейді. Яғни дүкендер. Осы мәліметтер бойынша біз мұнда тапсырма орындайтын боламыз. Бірінші тапсырманы орындамас бұрын каналға тіркеліп кетейік. Каналдан өте көп деген ақпараттар, яғни сабаққа қажетті көптеген тапсырмалардың жауаптарын аласыңдар. Және де видеоның ең соңында 5-ші сыныптың көптеген тапсырмаларын қалдырып кетемін. Сол себепті де видеоның соңына дейін көріп, соңында шығатын видеоларға кіріп, тағы да сабақтарында тапсырмаларын орындасыңдар болады. Ендеше тапсырманы орындауға кірсек. Exercise 1. Find 10 words for people and places. Use the green letters to spell a place. Яғни 10 сөз тап дейді мына жерден кроссвордтың ішінен, және де олардың ішінде адамдарға және жер суаттарына қатысты 10 сөз тап дейді. Және де жерге қатысты сөздерді жасылмен белгілесең болады дейтінім мысалдағыдай. Ендеше тапсырманы мына жақтан орындап көрсетейін мен сендерге. Мына жерде мен тапқанымша сөздер таптым. Яғни бірінші бізде country белгіленген, ел, мемлекет. Келесі south, яғни бұл бізде бұл бағытты білдіреді. Сондықтан бұл жерге байланысты болғандықтан жасылмен белгіледім. Келесі sea дейді. Бұл теңіз, яғни жасылмен белгіледім. Town, қала, бұл да жасылмен белгіленді. Келесі адамдарға қатысты сөздер man дегеніміз ер адам, child, кішкентай бала, baby, сәби, woman, әйел, мына жерде person бар, ол адам, мына жерде son деген сөз шығады. Келесі ол баланы, яғни біреудің ол баласын son деп айтамыз. Осылай осы тапсырманы орындап аламыз. Келесі бізде екінші тапсырма. Exercise 2. Complete the puzzles with shops дейді. Яғни бұл тапсырманы мына жақтан орындаймыз. Complete the puzzle with the shops. Яғни мына сөздерді дүкендермен, суреттер дүкендермен сипатта дейді. Бұл жерде мына бізде бірінші жаттығудың жауабы. Келесі екінші тапсырманың жауабы. Бірінші берілген, өзі кітап сатады, кітаптардың суреттері берілген, яғни бұл бізде кітап дүкенінде сатылады, сондықтан bookshop деп жазамыз. Келесі екінші бізде көптеген дәрілер берілген, яғни дәрілер бізде дәріханада, яғни немесе ауруханада болады. Ол бізде hospital болады. Екінші сөз жұмбақтағы екінші орынға hospital дейміз. Келесі үшінші бізде жануарлардың тағамдары берілген, яғни бұл жерде pet shop, яғни жануарлар дүкені. Келесі төртінші сурет. Бұл жерде әртүрлі тағамдар берілген. Бұл супермаркет болады. Бесінші аяқ киім сататын дүкен shoe shop дейміз. Осылай осы тапсырманы орындап шығамыз. Келесі бізде үшінші жаттығу. Exercise 3. Spot the difference, яғни айырмашылықты тап дейді. Look at the two pictures of Tinford Town Center. Tinford қаласындағы екі дүкендердің суретіне қара дейді. Write the shops that are different in picture 2. Екінші суреттен қандай айырмашылықтар көріп тұрсың дейді. What shops are the same дейді. Қандай дүкендер бірдей дейді. Яғни соны жазып шығуымыз керек. Бұл жерде жауап беретін болсақ, үшінші жаттығуда there isn't a pet shop, there is a chemist, the clothes shop and the supermarket are the same in pictures 1 and 2. Яғни осылай жауап береміз. Сонымен бізде бүгін 37-ші бетті аяқтадық. Келесі 38-ші бет review дейді. Яғни үшінші бөлімге толығымен қорытынды жасаймыз. Бірінші тапсырма vocabulary дейді. Complete the sentences with the singular or plural form of the words in the box. Яғни мына таблицаның ішіндегі сөздердің жекеше және көпше түрлері берілген, сол сөздерді сәйкес етіп, мына сөйлемдерді толықтар дейді. Бұл жерде бізде бірінші сөйлем Los Angeles and Washington are two big American. Лос-Анджелес және Вашингтон Американың
үлкен, яғни несі болады? Бұл бізде city дейміз, яғни үлкен қалалары. Көпшетірге айналдырып жазымыз керек, city деп жазамыз. Келесі. There are 67 people in my village. Менің қаламда 67 үй бар дейді. 67 адам бар дейді. It's very small. Бұл өте кіші, аз дейді. Келесі. Her baby is only 6 months old. Оның ұлы бар болғаны 6 айлық дейді. Келесі. The music club is for children from 6 till 10 years old. Музыка клубы тек қана 6 және 10 жастағыларды қамтиды дейді. Келесі. There are 2 women and 3 men in the band. Келесі. Spain and Italy are my favorite countries. Испания мен Италия менің сүйікті елдерім дейді. Келесі екінші жаттығу. Match objects 1 till 6 with shops A till G. There is one shop you don't need дейді. Яғни мынаны сәйкестендіреміз, арасында бір жауап артық қалады дейді. Ол саған қажет емес дейді. Яғни бұл жерде бірінші newspaper. Яғни newspaper дегеніміз бізде бұл журнал, бұл news agents болады. Яғни F-пен сәйкестендіреміз. Келесі cat, яғни мысық. Мысық бізде жануарлар дүкенінде болады, сондықтан ені жазамыз, pet shop дейміз. Pet shop дегеніміз жануарлар дүкені. Үшінші tennis balls дейді. Теннис добы дейді. Бұл жерде B-ді жазамыз, яғни sport shop. Спорттық дүкен. Келесі aspirin дейді. Яғни aspirin дегеніміз бұл бізде дәрі. Aspirin, яғни A болады. A болады, chemist болады. Келесі t-shirt. T-shirt дегеніміз бізде бұл футболка, бұл бізде D болады, яғни clothes shop, киім дүкені. Келесі food, тамақ. Бұл бізде C болады, супермаркет, яғни супермаркеттен аламыз тағамды. Келесі үшінші жаттығу, exercise 3, кешіріңдер. Choose the correct words дейді. Дұрыс жауабын белгіле дейді. Яғни there құрылымына сәйкес келеді бұл жаттығу. Бірінші. There is a good restaurant in the High Street. High көшесінде өте жақсы ресторан бар дейді. There is, яғни is көмекші, is етістігін белгілейміз. Келесі екінші. There aren't any shops near the park. Үшінші. There isn't a tourist office in my town. Төртінші. There is a cinema in the town. Бесінші. There aren't any interesting places in the town. Алтыншы. There are some good shops near the bus station. Осылай жазып шығамыз. Келесі төртінші жаттығу. Write questions and the short answers for the sentences in exercise 3. Үшінші жаттығуға қарап, қысқаша сөйлемдер құрап жаз дейді. Бұл жаттығуды былай орындаймыз. Are there any shops near the park? Yes, there are. No, there aren't. Яғни үшінші жаттығудағы сөздерді қолданып, қысқа сөйлемдер, яғни yes немесе no деген құрылымды қолданып сөйлем құра дейді. Яғни бір ғана мысал келтірдім сендерге. Келесі. Астында көптеген мысалдар келтірдім. Осы мысалдарды жазып алсақ болады. Келесі бесінші жаттығу. Exercise 5. Look at the map and complete the sentences with the prepositions in the box. Картаға қара дейді. Ол жердегі картаға суретке қара дейді, және астындағы сөйлемдерді сол сурет бойынша предлогтарды қолданып жаз дейді. Бұл жерде орындаймыз. Былай орындаймыз. Бірінші. The sports shop is opposite the cafe. Яғни спорт дүкені кафеге қарама-қарсы дейді. Opposite дегеніміз бізде қарама-қарсы. Екеуі қарама-қарсы тұр суретте қарасақ. Келесі. The bookshop кітапхана дейді. Is, яғни бізде кітапхана қай жерде? Ол спорттық дүкеннің қасында, яғни next to. Спорттық дүкеннен кейін деп жауап береміз. The bookshop is next to the sports shop. Келесі үшінші. The taxi is in the street. Такси көшеде дейді. Келесі. The park is park дейді. Near the shops.
парк дүкендерден кейін дейді. Келесі the restaurant is in the park. Ресторан қайда, яғни ол парктың, яғни ресторан парктың ішінде дейді. Келесі енді 6-шы жаттығуға көшейге. Communication дейді. Match the questions 1 to 5 with the answers A till E. Яғни мынау 1-ден 5-ке дейінгі сөздермен мынау астындағы жауаптарды біріктіретін боламыз. Бұл жерде тоқталып түсіндіріп кетейін сендерге. Is there a chemist near here? Яғни бұл жерде мыжыңдап түсіндіретін ештеңкесі жоқ. Сендер оны жақтырмаулары мүмкін. Сол себепті де сразу біріктіріп жазып аласыз. Келесі listening, яғни тыңдалым. Listen to the dialogue and write true or false. Яғни тыңдалымды тыңда және дұрыс емес true or false-ды орында дейді. Бұл жерде мұғалім тыңдалымды қосады және де одан соң жақсылап тыңдап болған соң мына сөйлемдерге жауап береміз. Бірінші, Joe is a new student. Joe жаңа оқушы дейді. Яғни тыңдалымда ол жаңа оқушы екен айтылады, яғни true болады. Келесі there is a cinema in the shopping center. Кинотеатр дүкендер көшесінде дейді. Яғни ол дұрыс. There is a computer shop in the shopping center. True, it's true. The computer shop is next to the shoe shop. It's false. There are some great shops in the same street. It's false. There is a nice cafe in a street opposite the school. It's true болады. Келесі бізде 39-шы бетте. Бұл жерде reading for pleasure. Bob and Betty. Bob and Betty деген бізде текст, яғни диалогқа немесе қойылымға байланысты. Бірінші listen and read the story. Then answer the questions. Историяны тыңда дейді, яғни болған оқиғаны тыңда және де оқы дейді. Содан соң сұрақтарға жауап береді. Яғни бұл тыңдалымды мұғалім сыныпта қояды, мұғалім түсіндіріп береді және одан соң сендерге сұрақ қойып осы тапсырманы орындатады. Сразу осы тапсырмаларға жауап берейік. Бірінші, what is Bob's new invention? Бобтың жаңадан ойлап тапқан нәрсесі не дейді? Бұл жерде жауап береміз. Bob's new invention is a total exercise machine деп жауап береміз. Келесі, what sports does he do on the machine? He runs and he plays tennis on the machine. Келесі, is the machine fast or slow? The machine is very fast. Не осылай жауап береміз. Келесі бізде екінші жаттығу exercise 2. Listen and repeat. Тыңда және қайтала дейді. Then translate the expressions. Одан соң аудар дейді, яғни берілген сөздерді аудар дейді. Бірінші, yes of course. Тыңда және қайтала деген, яғни бұл жаттығуды қайталаймыз. Мұғалім айтады, одан соң қайталаймыз. Yes of course. Yes of course. What's the matter? What's the matter? Don't worry. Don't worry. Well done. Well done. Яғни аударатын болсақ, бірінші yes of course дегеніміз бұл әрине деген сөз. Келесі, what's the matter? Яғни не болып қалды дейді. Келесі, don't worry. Уайымдама дейді. Төртінші, well done. Жарайсың. Яғни жарайсың деген мағына білдіреді. Келесі, үшінші тапсырма. Add to the list of sports in English. How many do you know? Яғни ағылшынша спорттардың аталуын білесің бе дейді. Қаншалықты білесің дейді. Яғни run дейді, жүгіру, run дегеніміз, play tennis деген теннис ойнау. Келесі, футбол десек болады, волейбол десек болады, хоккей және боулинг десек болады. Осылай орындаймыз тапсырманы. Келесі төртінші тапсырма, төртінші жаттығу exercise 4. Listen to the story again. Яғни мына историяны қайттан тыңда дейді. Then working groups, яғни топтық жұмыс, act out the story in the comic. Яғни комиктегі, мынау комикстағы рөлге бөліп ойнаңдар. Яғни бұл төртінші жаттығудың жауабы болмайды. Төртінші жаттығу қайда деп үнемі сұрайсыңдар, үнемі жазбаған жауаптарды сұрайсыңдар. Мен сендерге оны видео барысында түсіндіремін. Не себепті жазбағым? Сол себепті де комментарийде ол тапсырманың жауабын сұрауды қоямыз оқушылар. Және де бұл жаттығудың жауабы болмайды. Сыныпта бұл қойылымды қою керек.